Баршаңызға сәлем. Бүгін 2-ші сынып қазақ тілі 102-ші сабақ біздің жобамыз. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Біздің жобамыз ауыз әдебиеті асыл қазына. Бірінші жаттығу. Ауыз әдебиеті үлгілерін есіңе түсіріп көр. Саған қайсысы таныс? Бізге берілген үлгілерге тоқтала кетсек, олар жұмбақ, санамақ, сұрамақ, ертегі, қаламақ, жаңылтпаш, мақал, мәтел және бесік жыры. Осылардың ішіндегі енді бізге жақсы таныстары жұмбақ, санамақ, ертегі, жаңылтпаш, мақал, мәтел және бесік жыры. Келесі 2-ші жаттығу. Санамақ құрастырып көр. Санамақты әрі қарай жалғастыр. 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түлкі, 5 дегенім балта, 6 дегенім алқа, 7 дегенім желке, 8 дегенім серке, 9 дегенім тарақ, 10 дегенім орақ, 11 қара жұмбақ. Естеріңізде болса, осы санамақты алдыңғы сабақтарда өткенбіз. Келесі 3-ші жаттығу. Білім, еңбек, достық жайлы мақал-мәтелдер жинастыр. 1. Білім туралы. Ақыл тозбайтын тон, білім таусылмайтын кен. Ғылым теңіз, білім қайық. 2. Еңбек туралы мақал-мәтелдер. Еңбек ердің көркі, ер елдің көркі. Еңбек ер атандырады. Келесі 3. Достық туралы мақал-мәтелдер. Жақсы жаныңа жолдас, жаман малыңа жолдас. Досы көппен сыйлас, досы азбен сырлас. Сіздер ары қарай өздеріңіз білетін мақал-мәтелдермен толықтырып жазсаңыздар болады. Келесі 4-ші жаттығу. Әдебиеттік оқулығынан ертегілердің түрін біліп ал. Досы көпті жау алмайды деген мақалмен аяқталатындай ертегі құрастыр. Осы тақырыпта оқыған басқа да ертегілерді есіңе түсір. Жұмысыңның нәтижесін сыныптастарыңның алдында қорғап бағала. Енді ертегінің түрлеріне тоқтала кетсек, олар жануарлар туралы ертегілер, қиялға жайып ертегілер және де тұрмыс салт ертегілері болып бөлінеді. Келесі досы көпті жау алмайды деген мақалмен аяқталатындай ертегі құрастырып көрейік. Баяғы өткен заманда 80 жастан асқан байдың 2 ұлы болыпты. Бірінші ұлы ақкөңіл, мінезі ашық жігіт екен. Сондықтан оның қасында достар да көп болыпты. Екінші ұлы тұйық, өзімен өзі жүргенді ұнататын ояң жігіт екен. Оның айналасында достары тым аз болғандықтан кейде кіммен сөйлесерін білмей көп ойланады екен. Бір күні бай 2 ұлын шақырып алып, біздің елге жоңғарлар шабуыл жасамақшы. Оларды жеңуге қауқарым жетпей тұр. Екеуің маған көмектесіңдер, дейді. Сонда екінші ұлы не істерін, кімнен көмек сұрарын білмей, ақыл сұрап ағасына барыпты. Ағасы, яғни байдың тұңғыш ұлы, барлық достарын жинап алып, олармен ақылдасып, жоңғарларға қарсы тұрып, жау әскерін ойран қылыпты. Бай үлкен ұлының тапқырлығына, көпшілдігіне риза болып, мақтан тұтыпты. Досы көпті жау алмайды деген мақал осыдан шықса керек.